Сәлем баршаға. Егер де сіз таза ауада көлі бар, балдар ойнайтын ерекше осындай ойын алаңдары бар жер іздеп жүрсеңіз, осы видеода мен толық осындай керемет сіз бармаған парк туралы айтып беремін. Және де ең соңында қандай автобуста жүреді, қалай келуге болады екенін бәрін көрсетіп айтып беремін. Бұл жерде бәрі тегін. Бұл парктың аты Астанадағы студенттер саябағы. Осыдан 4 ай бұрын жаңартылған, ремонттан кейінгі кезеңі, осы полностью бәрі бүкіл осы саябақты ремонттан кейінгі кезеңі қазір көрсетем, қандай болған. Сіз әлі ешкім бұны әлі көрмеген. Не бар екен, бәрі жаңартылып, ойын алаңдары, әткеншектер, бүкіл бәрі жаңартылған. Ерекше осындай әткеншектерге келіп өтсек, бұл хит болып жатқан зиплайн деген осы жерде орналасқан, және де хит болған сакура ағашы да осы паркте орналасқан. Қазір көрсетемін. Міне осындай керемет өзеннің бойында таза ауада жүріп, суретке түсіп, видеоға түсіп, демалып қайтуға болады. Бұл саябақта қарасаңыздар, тап-таза бір мусор, бір не жатқанын көрмейсіз. Осы әдемі гүлдер, осындай сөнбейтін алауы бар. Осы кесене, осы ескерткішті көріп, ұзақтан өзі көрініп тұрады. Автобуспен жүрсеңіз де, машинамен жүрсеңіз де, осы ұзын кесене өзі көрініп тұрады. Бірден келіп білуге болады. Енді міне балалар ойнайтын алаңына кіріп қарасақ, не бәрі жаңартылды. Бәрі жаңаша әткеншектер, горкалар, зырғанайтын әткеншек, бәрі новый, жаңадан істелінген. Ұзақ қана левый берекке барып жүрудің қажеті жоқ. Өзіміздің осы правый беректің өзіне осындай керемет әткеншектер, осындай керемет саябақ бар. Кішкентай бір жастан 3 жасқа дейін балдарға арналған бөлек осындай спорт, қоршалған спорт алаңы бар. Оны да қазір осы видеода көрсетемін. Олардікі бөлек. Мынандай жерлерде осындай батуттар арналған, осы батуттарға секірет балдар. Қазір мен таңда 5:30-де келіп тұрмын. Қазір ешкім жоқ. Бұлайынша күндердің бәрінде бұл жерде толы адамдар, балдар толып. Әткеншектердің бәрі ақысыз, бесплатно қолдана бересіздер. Және қазір де ақылы, қалай ақылы қолданатын және әткеншектерді көрсетіп өтемін. Ата-аналар демалып отыратын орындар да көп, орындықтар, скамейкілер көп. Мынандай ерекше қазатындар бар, мынандай мініп асылатын жерлер де бар. Осы хит болған зиплайнда міне осының үстіне мініп қарасаңыздар, осының үстіне бүйтіп отырып зиплайн деген ұшатын керемет әткеншек бар. Ешкім жоқ далада. Бұл паркте қазір ешкім жоқ. Міне осыдан ұшады, қазір суретін, міне былай осылай ұшатын не. Міне паровоздиктер, бұлар ақылы. Мынау міне басқа шетінде бөлек тұрған, қоршаумен бөлек тұрған бұл ойын алаңы кішкентай 1 жастан 3 жасқа дейінгі балдарға арналған, бұл бөлек тұр өзінше қоршаумен. Осында кішкентай бүлдіршін балдарға арналған орын бұл. Аналар бөлек тыныш жерде отырып, кішкентай балдан ойнатам десе, осы жерге кіріп, арқайын отырып ойнатады. Осында хит болған сакура ағашы да бар, 1000 теңгеден екен. Бұл саябақта кішкентай балдарға арналған әртүрлі паровозиктер бар, суға балық аулайтын ойындар бар. Тер дейді ғой, ататын тер бар, олардың бәрі ақылы. Мынандай батуттар бар. Осы батуттардың бәрі іске қосылады. Мына жерде кофе, шай, мороженое, су бәрін сатылады. Бұл саябақта әжетхана, туалеттері бар, орнатылған. Осы саябақ бойынша 2 әжетханама бар. Ақысыз, бесплатно кіріп қолдана бересіздер. Және мына үлкен домалақ алаңның ішінде ролик тебуге болады. О роликті өзіңізбен бірге әкелсеңіз болады. Балдарыңыз болмаса жалға алып кіріп тебуге болады. Мына үлкен алаңда велосипед, самокатқа арналған үлкен алаң, осында керемет. Бүкіл баланың бәрі осы жерде самокаттармен, великтермен келіп, түрлі трюктер жасап, великтерін теуіп кетеді. Бұл саябақта өздеріңіз бірге жаятын алашаларыңызды әкеліп, сол ағаштың жерде шөптің ішіне жайып алып пикник жасасаңыздар болады. Болмаса өздері арнайы домалақ ағаштан сонда отыратын не жасап қойған, осы паркте соған келіп отырсаңыздар болады. Үстіне осындай шахмат ойнайтын, шашка ойнайтын жерлері бар екен. Міне осындай домалақ ағаштан жасап қойған, осы үстіне отыра берсеңіз де болып, пикник жасасаңыздар болады. Және осындай отыратындар бар, түрлі гамактардың түр-түрі бар, осындай гамактар бар отыратын. Или ештеңе әкелмеймін десеңіздер, осындай жерде отырып қайтуға болады, демалып. Ауасы таза, мусор ештеңе жоқ. Жерлерінің бәрі тап-таза.
бұл жерге енді қандай автобустар келетінін қазір көрсетемін. Осы остановкадан түсесіздер. Бұл жерге көп автобус келеді. 3, 4, 25, 71, 73, 44, 31, 23 деген автобустар келеді. Остановканың аты Орбита сауда үйі деп түсесіздер. Орбита сауда үйі. Қазақстан спорт кешені деген